Альфредтер тағы келіп жатыр ғой. Міне. Телефон нөмір жазып отыр, тек баға жоқ. Ассаламағалейкум. Ақтау көлік базары. Бұйыртса бүгін мына бөлімде дұрыс көліктер. Яғни дұрыс көлік дегеніміз 2 миллионнан ары қарай потолокқа дейін көрсетеміз. Ең қымбат көліктер осы базардың. Жақсы деген көліктердің бағасын білетін боламыз. Ал арзан көліктердің бағасын білгіңіз келсе, мына жаққа өтіп көрсеңіз болады. Ал кеттік. Мына Mercedes S дейді. S-класс 430 4.3 2003 дейді. Газ, бензин. Бағасы жоқ, нөмірін айтып жіберейін, 701 104 79 99. S-класс жақсы көретіндерге. S500 дейді. Бағасы 3 миллион примерно деп айтсам бола ма? Бұл автоцистерна, бұған мен бензин тасуға болады, солярка тасуға болады, нефтепродуктың кез келгеніне келе береді, достар. Одан да басқа нәрселерге қолдануға болады. Жаңа жасалып жатқан цистерна осы тягаштың үстіне қойылады, достар. Ұзыннан кәдімгідей дәл осыны өлшелгер барлығы. Бұл енді жаңа айтқандай көп нәрсеге қолдана беруге болады. Нефтепродукты ғой таситын. Основной қазір. Основной бензин, солярка, сосын суға да басқа нәрсеге де қолдана берсеңдер болады. Яғни ертең үстіне түскен кезде бір көрсетіп жібереміз, Алла қаласа. Осындай дүниелерді жасатамыз, тапсырыс береміз десеңіздер, достар. То Ақтау дәнекерлеуші жігіттері сық етіп жасап береді сіздерге. Барлық байланыс нөмірлерді, контактілерді сілтемеге қалдырам, достар. Телефон нөмір тек мынада 701 595 1337. Баға жоқ. Достар, көлік қойғанда бағалар жазып кетсеңдерші. Бағаларын біле отырайық. Ол бізге де емес, қандай бір адам көлікті көрген кезде бағасын біледі ғой, әйтеуір. Бастапқы бағасы қанша айтып тұр екен. Өздеріңізге де жақсы. Сосын маған Инстаграмға жіберіп жатсыңдар ғой, көліктерін түсіріп, достар. Қисық түсірмеңдер, ровно түсіріңдерші. Толтыр жібересіңдер, қисық-мисық бір кусок түсірмеңдер де. Например, қапталдан ба да қапталын түсіріңдер. Сосын орта ма, орта. Салонда сосын. Желательно қозғалтқышта сол жерінде моторын алдын көтеріп. Адамдар көреді де, әйтеуір алатынымдар. Қанша отыр бағасы? 6-8-де отыр. 6-8 жыл қандай? 11. 11 ме? Кең-кенен аша. Лимузин ғой, Лимузин болмаған мен жартысына барады. Барады. Не ма? Газ бензин ғой? Жоқ, кеше келді братан. Кеше келді ма? Бір апта болды? Бір апта болды. Газ қондыруға болады ғой? Болады. Құжатында бар ма деген ма? Қағаз болады, құжатта жазылмайды ғой, отдельный болады екен ғой, түсіндім. Мына бетей өзі автоматический ма? Жоқ, механический. Механический де. Альфредтерде болады екен ғой, да? 11-ші жылғы дейсің бе? Объем? 3-5 дейсің ғой, да? Арты қандай ел? 11-ші жылғылар басқаша болады шәкші. Артында да біраз орын бар екен багажға. Запасканы ақтырды. Кеше келтеді ме? Бір апта болды дейді келгенде. Нағыз таксиге салатын машина ғой, трассаға оратын. Адам салып алып. Бір айда миллион табасың. Тұтық ма? Иә. 802, 702, 828, 828, 2188. Осы сенен сұрасыңдар болады, осы нөмірге соқ. Жұмсақ екен, қатты екен ғой. Жақсы. Мынау қанша бағалар? 2-де 3 деп тұрмын. 2-3. 2-3. Нормально. 2013 да? 13 жылғы. Иә. Кондер мен Нива, Шива. как положено. Кондер да бар? Кондер да бар. Жасап тұр барлығы да. Мантера? Мантера 3-2. 3-2. 2000 жылғы 3-2. Дөңгелектер жаңа жөн шығып тұр. Нема? Кондер жасайды мұнда да? Кондер шамалы ақауы бар бұл. Ақауы бар да? Қарату керек. Ойбай. Кілті өлтіреген ғой? Ашып жіберін, пультпен ашып тұр. Іші жап-жам екен. Асеке мына көрсетшіш? Асеке сен өзінде осындай бар ғой? Сен қаншаға бересің? 2 миллион айтты.
Қымбат айтуға дәтің бармай тұр ма? Ручный кетіп қала береді бұлар. А? Ручный кетіп қала береді. Ішіне кетіп қала бере ма? Трос. Иә. Телефон нөмірін көрсетіп жібердің ғой, нөмірін көрсетші. Алпыс дейді ғой да? Америкадан келген. Иә. 9 миллион айтыпсыз ма? Абем қандай? 2.5. Кәдімгі Камридікі ма? 2.5? Қайсы моторын ашып көрейік? 9 миллион. Кәдім 2.5 мотор Камридің. Тап-таза екен. Көп болды ма мін жүргеніңізге? Мені жүргеніңіз көп болды ма? Ол деген негізі өткен Түркменстаннан көшіп келген жақсы ғой шалды. Түркменстаннан алып келді ма? Шалын алып келді. Әліге дейін бензинмен жүр. Әлі бензинмен жүр. Иә. Газ қонған жоқ. Газды қондырды енді. Енді қондырды, ә? Көрінбейтін еға қондырып жүрген бе, не бере барсың? Артына қондырды ма? Артына қондырды. Техпаспортқа Техпаспортқа орылды ма? енді ұрғызылады. Енді ұрылады. Тазарға қарайды. Иә. Көрінбейтіндей қылтық жерді әдемірек. Базар жоқ, дұрыс газовик істеген. Осы жақтан істеді ма? Иә. Анандай қылып істеудің өзі өнер ғой негізін. Көрінбейтіндей қылып. Камри 60 дейсің ғой. Біреулер бар қоспан кезінде чек жарып тұрады кейін. Іші де өзгеше шығар кішкене, ә? Ана обычный заттарға қарағанда, 55-тіктерге қарағанда. Шал мүнгені ғой мына кілемнен. Шалдың мәшіні иә. Иә? Кілемнен белгілі ғой. Кілемнен белгілі дейсің ғой. Жастар қазір оны салмайды ғой. Өз баламнан премьер аламын да. Климат контроль 2 зона. Түркменстаннан келді ғой өткен көшіп. Қой машинаның 3 миллион расханашкасын төлеп алып келді. Кілемшесін көрдің ме? Чехол. Клемді жасалған ғой енді. Үлкен кісі айдаған кезде осындай қылмайды дейді ғой. Жаққан ғой. Жақсы екен мынау. Кіріскісі жоқ па? Кіріскісі Жұмсақ мына панельден қараңдар. Американецтер негізін жақсы ол. Арабтарға басқасына қарағанда. Жүріп тұрса бәрі жақсы. Баспасыңа бай қайда деген екен ғой. Айттық қойдың. Қызы көп болғанда баспасыңа бай қайда деп күйгеннен. Қыздарын айтқан ба? Мен қайдан білем, жігіттерге айтып жүрді ғой. 708 924 924 1507. 1507. Міне осы Камри тұрасындар болады. Нөмірге сол. 9 миллион айтып тұр. 2016 ба? 16 жылғы. Оның қасында 2015 жылғы 55 R4 комплектация 11 миллион сұрап тұр. Келсін бар дейді. 8708 979 9679. Жалпы 55 пен ондай қатты айырмашылық жоқ қана. Шанақта болғанмен. Қайсы? Американцы, иә. Мен де артқы фарларымды қарадым, мынау бүйтіп кетеді де. Жалпы ішкі беті баштай бірдей. Қайсы? 60 анау. Американка, иә. Мынау 55. 40-тық Камри 2010 дейді. Мә саған. 160 мың шақырым жүрген бағасы жоқ екен. Баға шығар десем ана. 5 миллион 603 2007 40-тық Камри дейді. Mercedes E320 ABM 3.2 бензин дейді. 97 жылғы бағасы 4.5 дейді. 4,5 миллион теңге. Е-майы. Kia Rio 2014 1.6 4 миллион бағасы. 708 754 49 62. Телефон нөмірі. Сразу айтып кетіп жатырмын да. Сендер соғып іздеп жүрген болсаңыз келісіп деген сияқты. Мақсатта ғой. 210 3.7 дейді. Ема. E320 96. Бағасы 3 миллион 700. Телефон нөмір 8778 938 73 73 дейді. Ай. Осыдан бір жыл бұрын, 2 миллион айтып тұрады осылар.
Енді 3 миллион 700 дейді о. Мына жақта тағы дәл сондай тұр, 320. Бағасы 4 миллион 400 дейді. 32 98. Е-май, мына бірінші қатарға не болған бағаны дейтін. Пытырлатып қойып жатыр ғой. Міне Мерседестің төресі тұр мына жақта. 10 миллион. Ес 300. Ай-ай-ай, 150 мың шақырып жүрген объем 3 түк. 2011-де не дейді? 11-ші жыл екен ғой. 702 605 08 78 дейді. Ескі класс жақсы көретіндер достар. Жылы 12-ші жылғы жағдай идеальный. Бағасы 5 миллион 300. 705 377 77 82 дейді телефон нөмір. Родной краска? Саната. Полный. Люк бар ма төбесінде? Люгі бар ғой, ә? Ананы. Limited. Мынандай екен ғой. Е-ман. Мынау зың негізінде, мына санаталар. Жағдай, limited комплектация толық яғни. Армян 5 айтып тұр. 5 миллион қалып кетуге болады шығар деп ойлаймын. Мына қанша айтып тұр? 5 миллион 400. 5 миллион 400 жылы? Жылы 2003 жылғы объем. 2-де 3. Барлығы жасап тұр. Барлығы жасап. Кондер, мандер. Ағаш. Екаранц. Моторда расход жоқ қой, ә? Жақсы екен. Телефон нөмір? 701 357 47 62. Жақсы, осы нөмірге хабарласып, осы Мерседес сұрайсыңдар достар. Жақсы болады. Бұйырса Алла қаласа Алматыға жол жүріп бара жатырмыз. Бұйырса Алматының көлік базарын көрсетеміз және салыстырамыз достар. Енді Алматы енді үлкен қала ғой, Ақтау, Қазақстан бойынша. Ақтаудың бағасымен қандай? Ақтауда арзандау чем Алматыға қарағанда, басқа қарағанда. Алматыда көліктер енді бағасы біраз биіктеуді. Именно осы бізге Маңғыстауға Камри жақсы ғой. Камридің бағасын және Мерседес BMW-ның бағасын. Ол жақта енді Мерседес пен BMW қатты бағаланады да. Салыстырамыз. Достар, Инстаграмға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Жолда қайда бара жатырмыз, қайда жүрміз, барлығын Инстаграмда көрсететін боламын және қызықтың бәрі Инстаграмда. Тіркеліп қойыңыздар. Nexia 2 2013 газ бар, газ бензин. Бағасы 1,5 миллион. Келсеміз дейді. Мұнда кондиционер бар. Гур бар. Кондиционер керек жоқ қой, гур болса болды ғой. Соқпаған родной краскасы. Краскасы өз заводской краска дейді. Заводтан шыққалы сырланған, сол сырымен тұр. 2,7 объем. 2006 жылы газ бензин. Бетіне қарап тұрмысың. 5 миллион ба не бағасы? Іштері таза екен, ә? Родной краскасы. Бұл родной краскасымен тұр, ә? Бамперлер сырланған. Берікі барлық несі. Бағасы 5 миллион. Мұна барлық өзінікі дейсің ғой. Негізінде көлік алған кезде, соғылмаған көлік алған жақсы негіз, дұрыс айтып отыр. Негізі өзіңе приятный да, барлық орында, мына пластмастары да орында болған жақсы да. Қисық сынық ұшып атпаған жақсы. Нөмірін айтып жіберейін, 8702 352 04 98. Хабарласыңдар. 98 деп тұрмыз. 98? R5. R5 оны. Қос жібереміз ғой. Қос жіберем ғой. Камри, V6 дейді, 3-те 5 дейсің ғой. Телефон нөмірі? Телефон нөмір? Мынанда қосыпсы, мынада телефон жазып. Мына көлікпен бірде екен иесі. Мына қанша бағасы? 11,5 деп жазды. 11,5? 2007 европейс 4 түк. 4 түк кәдімгі, жақсы болған, 4 түк болса. Европейс дейді. 11,5 де бағасы? 11,5. Келісім бар? Телефон нөмірі міне етті. 2 қосыпты, сол телефон сала ғой. 8701 374 67 26 мына. Камри сұрасаңдар болады, осы нөмірге соғып, Прадон сұрасаңдар болады.
Пробег 250 мың жүрген екен. Бензин. Газ жоқ екен ғой да? Міне продуктер. Достар, осымен түсірілімді аяқтаймыз. Енді бүгінгі осы базар осындай болды. Өздеріңіз бересіңдер бағаны. Ал Алматыда кездескенше бұйыртса.